Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, бүгін бізде Samsung S23 Ultra бетіне реклама шығып кете береді. Енді оны қалай өшіруге болады? Жанын былай басып шығарып тастаймыз. Мыналар шығарады жаңылыспаса мына. Телефон очистительный щетканың белгісі болғандар. Енді біз не істейміз? Play Market дегенді іздеп тауып аламыз. Орыс тілі PL деп жазсақ, Google Play'да жоқ екен, көрдіңіздер ме? Онда біз настройкаға кіреміз де. Былай шығып кете береді, жанын былай басамыз, шығарамыз астынан бүйтіп, жанын асын басамыз. Настройкаға кіріп, приложение. Очиститель файл деген осыны өшіп тастайықшы, осы да негізінде шығара береді негізінде. Google Play'da скрит қылып болған сияқты онда. Настройка. Скрытое приложение. Play Market мінекей, готово. Поиск өзі Play Market'қа кіріп жіберді, көрдіңіздер ме? Скритіде тұру негізінде. Ат детектор деген осы приложениені орнатамыз. Установить. Установить. Бұлардың бәрін көрсетеміз біз оларға. Play Market'ta шығарып алдық. Ат детектор открыть. Мінекей. Нағын басамыз, оңға тағы басамыз, разрешить. Установлено приложение. Ат детектор реклама. Осыны қосамыз, разрешить. Коснется да деген таңдаймыз. Жанына шыға берсе, былайынан басамыз қайттан. Шыға берсе, жанын былай басып тұрамыз. Жаңа кіреміз. Да деген таңдап қоямыз, артқа қайтамыз. Артқа. Басамыз, разрешениені қосамыз, артқа қайтамыз. Күтеміз, разрешениені таңдаймыз. Мынаны бәрі шығарады. Турбо, ваттер, таймер, осының барлығын өшіп тастаймыз енді. Жаным астынан шығарамыз да, осылай басып. Мынаны өшіреміз, басамыз шелектің белгісіне. Может позже шелектің белгісіне басамыз, шелектің белгісіне басамыз. Может позже. Окей. Может позже. Неке өшірілді. Мынау телефон очиститель. Осында үстіне басып тұрайық та. Удалить деген таңдаймыз. Удалить. Save дейді, бұнды өшіп тастаймыз. Click downloader деген. Мінекей, енді тазаланды, әдемі болды. Настройкаға кіреміз, скрытое приложение. Сонда Gmail, Google Chrome деген алып тастаған соң, готово деген басып қойсақ. Мен бәрін жауып тастаған екен, көрдіңіздер ме? Бала шаға жауып тастаған ғой енді. Бәрін қайтып шығарып қоямыз. Готово. Скрытое приложение жоқ ішінде мінекей. Болды, тазаланды. Настройкаға кіре саламыз да. Настройканың ішіне приложение кіріп, бір көріп шығайық, тексеріп. Қойымыз Space, ойын қойында. Ол шығармайтын болу керек, жаңылыспасам. Болды. 5 вирус шығаратын, реклама шығара беретін приложениені өшіп тастадық. Енді бізге ат детектор қажет емес. Ат детекторның үстіне басып тұрамыз, удалить деген таңдаймыз, окей деп өшіп тастаймыз. Соны өзі өшіп кетеді. Сонымен біз телефонды тазалап аламыз. Видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.